Дикий Арманның қылмыстық тобына жататын 80-нен астам мүшесі ұсталды. Дикий Арманның өзі мен жендеттері қамауға алынғанына қарамастан, оның басқа мүшелері адвокаттардың қызметтерін қаржыландырып келіпті. Сондай-ақ тергеу процесінің қатысушыларына бұқаралық ақпарат құралдары және интернет желісі арқылы қысым көрсетуде екен. Сондықтан полицейлер қылмыстық топты ұстау үшін 3 кезеңнен тұратын жоспар құрған. Бірінші кезеңі халықаралық іздеуде жүрген, қылмыстық ортада Нойс деген лақабатымен белгілі Дикий Арманның оң қолы басқаратын топтың негізгі криминалдық буынын жоюға бағытталған екен. Екінші кезеңде криминалдық ортада Карась лақабатымен белгілі Дикий Арманның тағы бір көмекшісі бақылайтын ұйымдасқан қылмыстық топты қаржыландыру арнасы жойылды. 25-26 сәуір аралығында Алматы, Шымкент қалаларында және Түркістан облысында 130-дан астам тінту жүргізіліп, заңсыз ойын бизнесіне және аталған ұйымдасқан қылмыстық топты қаржыландыруға қатысы бар 53 фигурант ұсталды. 12 шілдеде операцияның 3-ші кезеңі іске асырылды. Астана, Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Қостанай және Түркістан қалаларында қаңтар оқиғасына белсене қатысқан 18 фигурант ұсталыпты. Тінту кезінде бірнеше шолақ қару, тапаншалар, пышақтар, кастет, діни әдебиет, сондай-ақ тәртіпсіздікке қатысқан күдіктілердің киімдері тәркіленген. Осы бағыттағы жедел іс-шаралар жалғасуда. Өзге мәліметтер тергеу мүддесінде жариялауға жатпайды. Еске салайын, Дикий Арман лақабатымен танымал қылмыс әлемінің серкесі Арман Жұмагелдиев былтыр 7 қаңтарда ұсталған болатын. Кейін бас прокуратура Дикий Арманның ұлттық қауіпсіздік қызметін тергеу изоляторында отырғанын мәлімдеді. Содан бері оны қамауда ұстау мерзімі тоқтаусыз ұзартылып келеді. Дикий Арманның бүкіл бандасы ұсталмайынша оны қамауда ұстау мерзімі созыла беретін секілді. Ал ендігісін өмір көрсетеді ағайын.